Пневмония – инфекциямен шақырылған өкпенің қабынуы. Адамда екі өкпе болады. Әр кеуде бөлігінде біреуден. Әр өкпе жеке бөліктерден тұрады. Қалыптыда адам тыныс алғанда ауа еш кедергісіз трахеядан, сосын үлкен түтік бронхтан, сосын кіші түтік бронхиолалардан және майда қап тәрізді альвеолалардан өтеді. Сіздің тыныс жолдарыңыз бен альвеолаңыз икемді және де серіппелі болып келеді. Адам тыныс алғанда альвеола шар секілді үріліп, тыныс шығарғанда кішірейеді. Альвеолалар капилляр деп аталатын майда қан тамырларымен қоршалып жатады. Сіз тыныс алатын ауадағы оттегі альвеоладан капиллярға өтеді. Сосын денедегі көмірқышқыл газ капиллярдан альвеолаға өтіп, тыныс шығарғанда өкпеден сыртқа шығып кетеді. Пневмония кезінде тыныс жолдары мен өкпеге микроб, вирус, саңырауқұлақтар немесе паразиттермен шақырылған инфекция қоздырғыштары түседі. Көбінесе микроб тыныс жолдарына трахея, бронх, бронхиоладағы шырышты заттар арқылы түсіп отырады. Түтіктерде төселіп жатқан шаш тәрізді кірпікшелер үнемі шырыш пен микробты тыныс жолдарынан шығарып отырады. Жөтел және шырыш арқылы іске асады. Кейде микробтар альвеолаға шырыш пен кірпікше арқылы түсіп кетеді. Қалыптыда адамның иммундық жүйесінің жасушалары микробқа қарсы шабуыл жасап, ауруды пайда болдырмайды. Алайда, егер адамның иммунитеті әлсіз болса, пневмония шақыратын қоздырғыштар адамның иммундық жасушаларын жеңіп, көбейе бастайды. Иммундық жүйе мен қоздырғыш арасында күрес болғандықтан, бронхиола мен альвеолада қабыну процесі басталады. Қабыну альвеоланы сұйықтықпен толтырып, ағзаның қажетті оттегі алуын қиындатады. Егер адамда бөліктік пневмония болса, өкпенің бір бөлігі зақымдалады. Егер адамда бронхопневмония болса, өкпенің көптеген бөлігі зақымдауға ұшырайды. Пневмония келесі симптомдарды шақырады: тыныс алудың қиындауы, кеуденің ауырсынуы, жөтел, дене қызуы мен қалтырау, есеңгіреу, бас ауруы, бұлшықет ауырсынуы, шаршағыштық. Пневмония елеулі асқынуларға алып келуі мүмкін. Тыныс жеткіліксіздігі адамға тыныс алу өте қатты қиын болғанда, тыныс алуды жеңілдету үшін жасанды тыныс алу аппаратын қосқанда пайда болады. Бактеремия пневмонияны шақырған бактерия қанға өтіп кетіп, ол арқылы басқа ағзаларға өту мүмкіндігі жоғарылағанда пайда болады. Кей жағдайларда пневмония кезінде өкпеге көп сұйықтық пен ірің жиналып, абсцесс болуы мүмкін. Егер абсцесс өкпе сыртында орналасатын болса, эмфиема деп аталады. Пневмонияны емдеуде пневмония бактериямен шақырылса антибиотик, вируспен шақырылатын болса вирусқа қарсы препарат, саңырауқұлақтармен шақырылатын болса саңырауқұлақтарға қарсы препарат ұсынылады. Және пневмония кезінде тынығу, көп сұйықтық ішу, сонымен қатар дене қызуын басатын дәрілік заттар қолданылады. Егер пневмонияңыз асқынған болатын болса, сізді стационарлық жағдайда емдеу қажет. Денсаулығыңызды сақтаңыз. Егер контент ұнаған болса, лайк пен комментарий жазуды ұмытпаңыз.